Бастай бер, мен сөйлеп отырсам ара бер. Қаламқас сәлем. Саламатсыз ба? Сол амандасып жатырмын, мына жақта десем өшіп тұр екен. Сәлем Қаламқас. Сәлеметсіз бе? Мәке, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Жақсымыз, аман есенбіз. Алтынай Тыңболова бұл. Алтынай, Алтынай, қалайсың, амансың ба? Аман есенбіз. Сәлеметсіз ба ағай, Мұрат ағай? Майра отыр. Сәлеметсіздер. Құрметті ғалымдар, құрметті ғылыми қауым, қазір біздің экологиялық семинарымыз халықаралық деңгейге көтерілді. Оның халықаралық деңгейге көтеріліп отырған себебі қазір Көксел. Көксел өздері қатысып отыр ма? Көксел Түркиядан. 29 Майыс университетінен. Саламатсыздар ма? Менде. Үзіліп қалды ғой. Микрофон қоса қойса да. Жоқ, мен сөйлеп отыр едім, организатор микрофонды өшіріп тастады. Сізге сөз берген кезде сөйлейсіздер ғой. Қазір модератор өзі реттеп отырады. Бізде запись басталып кетті қазір. Жарайды. Көксел ағай туралы айтайын деген ғой, мен сол кісі арқылы келгенмін. Айта қойыңыз онда. Жоқ, жарайды, жалғастыра берейік, кейін соңында айтармын. Көксел ағай кірді ме? Көксел берейін деп едім ғой. Мұрат, сен мен тыңдай алмай қалдым, тексті салып жүргенсің ба? Мен сабақта отыр едім. Жақсы. Параллельно саған тағы қатысып көрейін деген бұл жақта тағы сабағым болып жатыр да. Жақсы. Жарай ма? Жарым қазақтың қол істемі, оны ең таңсыға Онда Абай университетінен түрктанушы ғалым Қалыбаева Қаламқас апайымызға сөз береміз. Рахмет. Саламатсыз ба, Мұрат мырза? Тағы да амандасып қояйық. Рахмет, сәлем Қаламқас. Амандасып қоямын, мына жақта сөйтсем микрофоным жабық тұр екен, оны байқап отырған жоқпын. Сөйлеп отырмын, сұрақ беріп отырмын, бірақ ешкім естімейді, сөйтсем микрофоным жабылып тұр екен ғой. Жақсы. Енді қош келіпсіздер, мынау Батыс Қазақстан университеті, мынау Zoom деген жақсы болды осы күні. Барлық еліміздің түкпір-түкпірінің мықты профессор ғалымдарының осындай керемет дәрістерін тыңдап, ойымызға ой қосылып, өремізге өре қосылып, сондай бір жақсы жиындар өткізіп жүрміз. Түркия ғалымдарымен, Қазанның ғалымдарымен, әсіресе бұл түркітану ғылымына өте қолайлы болып тұр қазір. Әшейінде осындай бір кездесуге жету үшін самолетқа билет алып, ала алмай билет, таба алмай, осы өздеріңіздей ғалымдардың алдын көре алмай жүретін едік. Мінекей, Аллаға шүкір, мынадай мүмкіндік, цифрлық қоғамның дамуының жетістігін көріп жатырмыз. Сондықтан бәріңізбен барлықтарыңызға тағы да мынау Абай атындағы университеттің атынан бір сәлем. Енді мынау түркітану ғылымына қатысты мынадай дәрістер бізде мынау шәкірттер тұрмақ біздің өзімізге сондай бір жеткіліксіз болып тұрады. Себебі осы бір кезең мынау түркітанудың тұрғысынан қарағанда бәрібірде кеңестік кезеңдегі зерттеудің нәтижесінен төмендеп бір артқа кетіп бара жатқандай маған бір әсер қалдырады. Мына бір жарты сағаттық дәрістің өзінде мысалы қаншама құнды дүниелерді естіп жатырмыз. Әрине Мұрат мырза енді бұл осы орта ғасыр тіліне қатысты санаулы ғалымдардың біреуі өзіңізсіз ғой енді. Мынау айтып жүрген бүгінгі айтып жатқан өзекті мәселелеріңіздің бір қатарымен таныспыз. Бұрынғы конференцияларда айтылып жүрген мынау бір ғалымның өзінің көтеріп жүретін, арқалап жүретін жүгі болса, бұл орта ғасырдың тілі сіздің арқалап жүрген бір жүгіңіз болып тұр осы заманда. Енді мені толғандыратын бір мәселе бар. Соған қатысты осындай бір жиында бір ой бөліспесек қашан бөлісеміз деген ой ғой менікі. Басқа жерде айтсақ, кейде сөзімізді түсінетін орта болады, кейде түсінбейтін орта болады. Мені қатты толғандыратын мәселе осы түркі тілдеріне қатысты, мынау тілдің тарихына қатысты пәндердің
қазіргі білім бағдарламаларынан ығыстырылып бара жатқандығы. Сондай менің бір жанымды ауыртады. Әрине, мынау түркітанудың өзі жеке білім саласы деген сияқты бір көзқарас қалыптасып жатыр бүгінде. Әрине біз түркітану мамандарын дайындауға да бүкіл Қазақстанның жоғарғы оқу орындары кірісіп те жатыр. Бірақ олар тым санаулы, тым аз. Осындай ғылымда шектеу қоюдың зардабын біз келесі ұрпақта көретін сияқтымыз. Сондықтан бұны тек түркітанушы мамандар ғана білуі қажет деген ой дұрыс емес екендігін біз айтуымыз керек сияқты. Әсіресе мына өздеріңіз сияқты осы тілдің тарихына тереңдеп зерттеп жүрген адамдар, зерттеп жүрген ұстаздар артында шәкірт қалдыра алмаса несіне ұстаз? Мына сіздің артыңызда келе жатқан бір топ шәкірттер бар шығар деп ойлаймыз. Бірақ енді ол шәкірттер тек қана түркітану мамандығының шәкірттері емес, мынау 117 мамандығы бойынша, қазақ тілі мен әдебиеті бойынша мамандықтардың студенттері осы тілдің тарихынан білімдері тым үстіртін, өте қалай деп айтуға болады. Мысалы, мен қазір түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасынан дәріс оқимын, иә. Сол кезде мынау біздегі дәрістің материалдары ең жеңіл тұрғыда оқығанның өзінде студенттерге жеткіліксіз болып тұратынын байқап тұрамын. Бұның өзі нені көрсетіп отыр? Бұның өзі біздің мынау мектептің мұғалімін дайындау деген мәселе мынау тілдің теориялық тарихи мәселелерінен бөлініп алшақтап кетіп бара жатқанның көрінісі. Соңғы кезде мына министрліктің тарапынан жиі естетін болдық осындай сөзді, мынау мектепте оқытылатын дүниелерді ғана оқытыңыздар деген. Осындай бір талап кәдімгі мына білім бағдарламасын жасауда да кәдімгі талап етіп қойылып отыр. Осы тілдің тарихы, түркология тағы басқа деп теориялық тым қатты қиындатудың қаншалықты қажеті бар, мектепте оны оқытпайды ғой деген көзқарас осы біздің Кембридж бағдарламасына бейімделген бағдарламаны енгізуімізбен байланысты тіпті кәдімгі белең алған сияқты. Соған қатысты мен сіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Енді осы тілдің тарихын зерттеп жүрген осы сіздер осы мәселені көтеріп, қозғап, жоғарғы деңгейге дейін жеткізіп, мынау министрлікте отырған бізге күнделікті талап қоятын басшылардың құлағына жеткізіп, мынау тілдің тарихыменен тілдің оқытудың әдістемесін екіге бөліп тастаудың зардабы бар екендігін жеткізуіміз керек сияқты. Осыған сіз қалай қарайсыз? Егер біз күнделікті дәрісімізді оқып, немесе осылай қызығушы қауымға ғана осылай бір жеткізіп қойып отыратын болсақ, мынау тілдің тарихына қатысты зерттеулердің етегі жиыла беретіндігі, бұның жаңағы арнасы тарыла беретіндігі көрініп ақ тұр. Осыған қатысты өзіңіздің бір ой білгім келеді. Енді Қаламқас, енді пікірің өте орынды. Енді бұл қазір бәріміздің де жанымыз ашитын дүние. Енді қазіргі оқу бағдарламасында енді бұрынғыдай таңдау компоненттерін деген жоқ. Андай көбіне қазақ тілі тарихи грамматикасының өзі кейінгі ысырылып қалды. Ол таңдау студенттің қолында сияқты. Бүгінгі негізгі пәндер еді оның бәрі, түркітану бәрі. Шын мәнінде бұл енді кезінде біз енді мына кеңестік білім беру үрдісінен кейде жоққа шығара беруге болмайтын сияқты. Кезінде біздің кезімізде университет пен пединституттың арасында үлкен айырмашылық болды. Қазақ ұлттық университеті бізді теориялық тұрғыдан оқытса, мысалы пединституттар көбіне практикалық жағына көп мән беріп, мектеппен тығыз байланысты болды. Ал университет көбіне теориялық тұрғыдан оқытты. Сондықтан сол бағытты қайта жандандыру керек сияқты. Яғни біздің тілдің тарихын, бұл теориялық мәселелерді біз жоққа шығарып, тек қана практика, күнделікті тіл үйренуге баса мән бергенде дұрыс қой, бірақ бірыңғай осы тек жаңа Кембридж бағдарламасы бойынша жүре беруде дұрыс емес сияқты деп ойлаймыз. Сондықтан бұл мәселені енді жаңғыз мен емес, басқа ғалымдар да айтып жүр. Біз осы тілдің тарихына теориялық мәселелерді біз кейінге сырып тастауға болмайды. Себебі кеңестік түркологияда, кеңестік тіл біліміндегі теориялық мәселелер шын мәніндегі терең ғылым білім екенін біз енді көзіміз жетіп отыр. Қысқаша осы енді бұл кең талқылайтын нәрсе ғой енді. Иә, енді сол бүгінгі рахмет Мұрат аға. Қазақстан Республикасындағы
үлкен шаңырақтардың бірі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ғалымдары отыр. Соның ішінде Гүлдархан апай сізге Гүлдархан апай сіз тыңдаймыз. Мен кешіріңіздер, мына жақтағы онлайн сабағымнан қашып мына жаққа кірдім. Үлкен сабақ өткізіп жатыр едім. Мен лекцияны тыңдай алмай қалдым. Бірақ дегенмен де өзім бір ойлайтын сұрақтарымды ол енді мына Мұрат жасаған баяндама жоқ па, мәселе онда емес. Бірақ енді Мұрат сияқты мына орта ғасырлық дүниені көріп жүрген айтатын шығар деп ойлап отырмын. Мына Алтын Орданың ыдырауы туралы Алтын Ордаға қатысты ноғайларына қатысты мына кім көп жазады ғой, Әлес Сарай. Талдаулармен мына біздің лингвистикалық талдаулардың арасында бір сабақтастық бар ма? Сосын ана өзің осы баяғыда диссертацияға қорғауға келіп жүргенде, өзің диссертацияңды алып келіп жүрген кезде сен Алтын Ордаға қатысты керемет бір мына өлең жолдарынан осы бұрқыратып айтып жіберетінсің. Демек сен мына мәтіндерді де жақсы білесің ғой. Сонда менің айтайын дегенім мына естілмей қалды апайдың сөзі. Микрофоныңыз сөніп қалды. Микрофоныңыз өшіп қалды. Үзіліп қалды апай. Қосылып тұр апайдікі. Апай қосылып тұр сізге. Мен ноғайлы дәуір туралы білейін деп едім да, сол ноғайлы дәуір және оның ерекшеліктері. Өйткені мына Батыс Қазақстанда көп қазір ғана руларды иемденіп жүрген бізде қазақтар бар, бірақ барлығы сол ноғайлы руы деп айтады, ноғайлының ішінде жүрген қазақ рулары деп айтады. Жалпы біздің өте қатысты ғой. Сол туралы айтып берші. Жақсы, Гүлдархан апай. Енді әдебиетте ноғайлы дәуір әдебиет деген бар ғой енді. Кейде тіпті Алтын Орданың өзін Шоқан Уәлиханов кезінде ноғайлының ауыз жұрты деп атаған. Біздің мына Ер Тарғын батыры болсын, Қобыланды батыр жынды болсын, олардың бәрі ноғайлының батыры шын мәнінде. Сондықтан ағамыздың жазып жүргендері өте бір құнды нәрселер ноғайлы кезеңіне байланысты. Енді біздің мына қазір сарайшық жақсы зерттеліп жатыр, ғылыми зерттеу институты құрылып, сарайшықта Мұхтар Әбілсейіт сияқты тарихшы ғалымдар осы ноғайлы кезеңін, ноғайлы хандарын көтеріп жатыр. Шын мәніндегі осы біздің тарихындағы жаңағы Алтын Ордадан кейінгі ноғайлы кезеңі деген қазақтың бір тарихи белесі бар. Оны біз жоққа шығаруға болмайды. Сонан мұрын жырау жырлаған бүкіл Қырымның 40 батыр сияқтылардың бәрі ноғайлы дәуірінің, ноғайлы кезеңінің жыры, ол қазақ әдебиетіне тікелей байланысты. Енді бұған біздің мына ноғай бауырларымыз кейде режіңкірейді, біздің бүкіл әдебиетіміздің бүкіл мұрамызды сендер алып қойдыңдар Асан Қайғыдан бастап деп. Енді бұл ортақ нәрсе ғой енді. Жаңа 16 ғасырда енді ел айырылған деген күй бар, ноғай қазақ айырылған. Бәрімізде бір ел болдық, кейін ноғай қазақ болып ажырадық. Дегенмен біздің сонау қарақалпағымыз бар, осы үш ұлттың тығыз қарым-қатынас әдебиеті ортақ. Сондықтан әлгі сарайшықтың саздары қаңқылдайды, қаздары аман есен жүрмеген ноғайлының қыздары деген сияқты, ол ноғайлы деген сөз осы біздің қазақ деген де сөз. Сондықтан бұл ноғайлы кезеңі деген тарихтағы да әдебиетте де бір кезең бар, оны біз жоққа шығара алмаймыз. Бұл да бағытта бір диссертациялар қорғалды енді осы Бадан Катаевның жетекшілігімен бір қорғап үлкен бір талас тартыс болған есімде. Сондықтан осы Алтын Орда кезеңінен кейін ноғайлы кезеңі деген мәселені біз тілдік тұрғыдан да, тарихи тұрғыдан да, әдеби тұрғыдан да бір ашып қарайтын кез келген сияқты қайтадан. Иә. Өйткені Алтын Орда туралы біраз өзің айтып жүргендей бар ғой, бірақ осы ноғайлы кезеңіне келген кезде мұны тарихшылар, мәдениеттанушылар айтады да, тілшілер ноғайлы кезін айтпай қалады. Бұл қызық шынында. Осыны бір шынында ретке келтіру керек екен шынында. Енді оның бәрін Мұрат өзіне қарай жібереміз енді. Жақсы, рахмет. Гүлдархан апай, сіздің ғылыми пікіріңіз үшін өте рахмет, үлкен ойларды қозғап жатырсыз. Ағай оған жаңағы жырлар тұрғысынан мынандай жырларда ізі қалған деп жауап беріп жатыр. Осындай сөзімізді енді ары қарай жалғастығын табу үшін Мұрат Бөкенбайұлының жақсы досы Отарәлі ағайға сөз берсек. Жоқ, олай емес, кешіріңіздер. Отаралы ағайдың, түркітанушы Отаралы ағайдың жолдасы, біздің ұстазымыз Одай Рысқалиқызы апай қатысып отыр. Апайға, иә? Кейбір ұстаздарды мен танымаймын сосын. Осылай болып жатыр, кешіріңіздер. Одай апай, сізге сөз. Естіп отырмын апай. Микрофоныңды қос.
Қостым. Естіле ма? Иә, естіліп тұр. Естіліп тұр, Ұлдай апай, Саламатсыңдар ма? Бәріңізді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін мынандай Абай атындағы біздің университетімізбенен мынау Батыс Қазақстандағы Сабыр Мұрат інім басқарып отырған университет. Сосын тағы бір университеттің атын көріп қалдым. Бәріңіз қосылып мынандай бір үлкен ғылыми проблеманы тағы бір айналып есімізге түсірейікші деп осындай конференция, семинар ұйымдастырып жатыр екенсіңдер. Мен ұйымдастырушыларға үлкен рахметімді айтамын. Көптен бері осындай ғылыми жаңалықтарға сусап жүргеніміз рас. Мына Zoom-ның арқасында осы Zoom енді бәрімізде ел болып, қазір бір-бірімізден үркіп жүрген кезеңіміз ғой. Бірақ үркіп отырсақ та, осы мына жаңа технологияның арқасында бір-бірімізді көріп, сәлемдесіп жатырмыз. Барлығыңызға да аманшылық тілеймін. Көргеніме өте қуаныштымын. Өте жақсы баяндама жасалды. Мұрат, саған өзім жеке рахметімді айтам. Көп нәрсені еске түсірдік. Негізі түркі, моңғол түбі бір деп айтылған баяғыдан, енді сонау 1-ші ғасырда Щерба зерттеген кезден бастап бірге келе жатырған соның барлығы осы тілде сақталған ғой. Енді оны айтпай не керек, барлығыңыз да білесіңдер. Барлығының да көмбесі, жаңа қазынасы, барлығы осы фольклорменен тілде сақталады. Біз соған барып сүңгейміз, содан іздейміз. Біздің алдымызға қойған ғалымдардың мақсаты сол. Бұның ішінде барлығыңыздың да үлкен еңбектеріңіз бар. Тек қана Мұраттың, я болмаса Казгудағы, анау Каспийдегі біздің көне түркі тарихи грамматиканы зерттеп отқан ғалымдар емес. Барлық ғалымдар да қай уақытта диплом жазбайық, қай уақытта магистрларменен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізбей, қай уақытта да осы өзіміздің осы түркі ортақ проблемаларына соқтығысамыз. Сондықтан да Ұлдай апай, микрофоныңыз өшіп қалды. Апай, микрофоныңызды қосыңыз. Ұлдай апай. Микрофон, апай. Сөніп қала береді. Жоқ, өшіп қалды, апай, өшіп қалды, өшіп тұр. Қосыңыз. Ой, апай. Қазір мен де қосып отырмын, апай екеуміз кезек-кезек. Болды, енді қозғамаңыз, апай, міне қосылды микрофоныңыз. Жоқ, мен қозғаған жоқпын, организатор отключил деп жаза береді маған. Сол жерде осы жан жақта біреуміз оңтүстікте, біреуміз батыста отырып көрісіп, осы мына жаңа технологияның арқасында осындай ғылыми ойларды ортаға салғандарыңыз үшін көп нәрсеге сусап қалған екенбіз, көп нәрсе тыңдадық. Бәрін мысалдарменен бәрін дәлелдеп отырсың, Мұратжан. Айтқанының ішінде осалы жоқ. Жаңа Гүлдарханның да көтеріп атқан проблемасы, анау Қаламқастың, Қалыбаеваның көтеріп отқан проблемаларының бәрі орынды мәселелер. Сол бәрімізді жейді. Мынау жоғарғы монда отырған адамдарға осыны жеткізгіміз келеді. Бұл өте дұрыс пікірлер. Біздер сол өзіміздің түркі моңғол түбі бір деген өзіміздің сол ортақ қағидамыздан ешқайда ауытқи алмаймыз. Сондықтан бәрі де осы тілде жарияланған. Тілімізде сақталады, тілімізбен өнеді, тілімізбен өседі, өрбейді. Сондықтан да бұл өте жақсы тақырып қозғадыңдар деп қуанып отырмын. Ана жерде өзімнің Гүлсамал, Гаухар сияқты тағы да көп шәкірттерім отыр. Бәріңізге де балаларым амандық тілеймін, денсаулық тілеймін. Осындай жақсы ой салатын ғылыми конференциялар тағы да тақырыптарын дайындаңыздар, тағы да тыңдайық. Біз тыңдауға ерінбейміз, білгіміз келеді, естігіміз келеді. Бәріңізге аманшылық тілеймін. Көп рахмет айтам. Сұрағым жоқ. Жақсы, жаңа Түркиядан хабарласып отқан кім еді? Гаухар, соған сөз берші. Көкше Өзтүрік көрмей отырмын. Көкселдің шәкірттері. Көксел Өзтүрік. Көксел Өзтүріктің атынан сөйлеймін деген жаңағы қыз кім екен? Кешіріңіз.
Атыңызды білмейміз. Ол қыз жоқ ау деймін мына жерде қызымыз. Көксары Өзтүрк, түркітану. Саламатсыздар ма тағы да? Саламатсыз ба? Араға кіріп кетсем біраз кешірім сұраймын. Бұл негізі мен өзім қазір Түркиядамын, Göksel ағайдың оқушысымын. Сол кісі айтқан болатын маған осындай бір іс-шара ұйымдастырылып жатыр Қазақстанда деп, сол арқылы келдім. Өзім біраз таңғалып отырмын, бір жағынан өте қуанып отырмын. Өзім Түркиядан үйренгеннен кейін маған қазір бір Қазақстанның мамандарынан естіген біраз бір ерекше келді. Сабыр ағай, Сабыр Мұрат мырза, сізге де рахметімді айтамын. Қазақстанда неге екенін білмеймін, мектепте бізге оқытылмағаннан кейін түрік тілдер деп негізі жалпы мектеп кезінде мүлдем өзім түріктерді біздің туысқанымыз немесе бұндай қатты жақын деп ойлаған емеспін. Сол жағы менің ойымша мектеп кезінен оқытылуы керек деп ойлаймын. Мен мектептен кейін бірден кетіп қалғаннан кейін менің көзім Түркия елінде ашылды деп десем де болады. Сол себепті Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында да осылай білім, түркиология осылай дамығанын білмеген едім. Сіздер арқылы үйреніп өте қызығып отырмын. Мүмкін бұл менің де минусым шығар бұл. Бірақ мектеп кезінде оқымағаннан кейін сол себепті хабарсыз қалдым деп ойлаймын. Мектеп кезінен бастап оқытылу жағынан бір сол жағын қарастырған жөн деп ойлаймын. Рахмет. Атың кім? Жансая? Сізге де рахмет. Аха, Жансая. Жақсы, қабылдасып тұрайын алайын. Рахмет. Және осы сияқты іс-шараларды қай жерден хабар алсақ болады? Мысалы, маған Göksel ағай айтпаса білмес едім деген сияқты. Жақсы. Мен қазір шетелде оқитын мамандарға. Сол поштаға хабарласып тұрыңыз. Рахмет, барлықтарыңызға. Менің почтама да шығып Жансая сосын. Мына чатқа жазыңыз ағай поштаны бәрін. Құрметті Мұрат Бөкенбайұлы, сізге бір сұрағым бар еді. Ол сіздің өзіңіздің тікелей қарастырып жүрген, мына бүкіл жоғары оқу орындарында түркітануға кіріспеде тағы басқа сабақтарымызда қолданып жүрген қыпшақтанудың негіздері деген монографияңыз оқу құралыңызға байланысты. Қыпшақ этнонимін түсіндіріп берсеңіз екен ағай. Жақсы, енді мына қыпшақтануға байланысты рахмет. Мынандай оқу құралы шықты, міне көрсетіп қояйын енді. Қазақ ұлттық университеті баспасынан, сол университеттің баспасы бұны енді тапсырыс берсе шығарады. Сол университеттің баспасында тұр әлі. Аздап шыққан, енді саны аздап болып жатыр. Енді Қыпшақ этнонимына келетін болсақ, ол этноним туралы ғылымда көп енді. Негізгі айтылатын пікір жанау Әбілғазы Баһадырдың түркі шежіресінде айтылған ғой. Қыпшақ деген баяғы бір қыпшақ хандар соғысқа шыққанда әйелдерін етіп шығар екен, бала шағасын. Сонда бір үлкен соғыс болып қыпшақтар жеңіліс тауып, сонда бір қолбасшының әйелі бір шіріген бір ағаштың түбіне тығылып, сол ағаштың ішінде жатып босанған екен. Сонан сол баланы Қыпшақ дейді, Шыпшақ дейді. Яғни шіріген ағаштың іші деген сияқты бір сондай ұғым бар. Осындай бір этимологиясы бар. Бұл енді халықтық этимология, бұл енді қайталанып жүр. Одан бергі заманда енді ғылыми тұрғыдан біздің Олжас Сүлейменов ағамыз айтады, Қыпшақ деген Қыпшақтың таңбасы екі таяқ қой, екі пышақ. Соны Қыпшақ деген сөз айтыланып, екі пышақ, Қыпшақ сөзі қалыптасқан дейді. Енді бұл енді Олжас Сүлейменовтің пікірі. Бірақ бұл да кішкене сенімсіздеу пікірі. Одан кейін біздің Қойшығара Салғаралы ағамыз айтады, Қыпшақ деген сөз бұл қыбышы ақ, қыбы деген несі дейді, ішетін асы дейді. Яғни ішетін асы ақ, яғни ақ сусын ішеді, малдың ағын ішеді деген, сүтін айран ішеді деген, малдың ағын пайдаланады деген халық, сондай халық деген мағынада қыбышы ақ дейді. Одан кейін Байбота Қошым Ноғай ағамыз айтады, бұл Қыпшақ деген яғни түбірі қап дейді бұл. Яғни қазақтарғы анайлау сөз бар ғой, қабы бір, сабы бір деген сияқты. Яғни бір қаптан шыққан жатырлас.
бір тамырдан шыққан деген сияқты деген пікірін айтады. Бұл пікірінде жанды пікір. Енді дегенмен мен өзім пікірім бар, енді айтып жүрген көбіне. Ол қыпшақ дегенде біз жалпы тарихи грамматикалық бұның түбірі қып. Қыбыр деген сөздің түбірі қып, көне аффикс. Ана жатыр, отыр деген жағы ғой. Микрофон, наушники с микрофоном. Йор деп айтылады, келиор. Бізде ол қысқарып ырық айналған. Сонда қып деген сөз ол қыбыр, яғни қимылдау, жүргінші, көшуші, жүруші деген. Яғни тез жүретін адам, тез қимылдайтын адам. Яғни қазақ бұл аттың үстінде тез жүретін адам ғой, тез қимылдайтын кең далада. Сондықтан бұл жүргінші, тез қозғалғыш деген мағына беретін көшпелі, яғни кең далада тез қимылдап, тез жүретін тайпа ретінде, халық ретінде қалыптасқан ғой деп ойлаймын. Жалпы осы мына қазақ деген сөздің этнонимінде біз әлі де көп пікір бар қазақтың. Онда біз үңілуіміз керек. Мәселен, қазақ деген сөздің түбірі ол қаз ғой енді. Біз өзіміз айтамыз. Қаз балам, қадам бассаң мәз болам дейді. Қаз, қадам дегендегі қат, бұл біреу сөз, яғни жүруші, тез жүруші. Қаз туған деген сөз, қаз туған жырау. Туа сала жүрген деген сөз. Яғни туа сала жүріп кеткен адамды бағланы бізді қазақта қаз туған, яғни туа сала жүрген деген оған береді. Сондықтан біз кез келген этнонимнің сол түпкі түбіріне үңілуіміз керек қой деп ойлаймын. Сондықтан мен қыпшақ дегенде сол жүргінші, тез қозғалушы, көшуші, тез қимылдаушы деген ұғымда айтылған этноним деген өзімнің пікірім бар. Рахмет аға. Бұл қыпшақ деген сөздің әлде семантикасын ары қарай қарастыру қажеттігі көрініп тұр сөзіңізден, пікіріңізден. Енді Бауыржан Шәмші деген ағамыз Ақтөбеден хабарласып сөз сұрап отыр екен. Бауыржан Шәмші, сөз сізде. Жақсы, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Батыс Қазақстан медицина университетінің аға оқытушысы, қоғамдық гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысымын. Енді мына жерде айтылып жатқан Мұрат Бөкенбайұлы, өте танымдық дәрісіңіз үшін үлкен рахмет. Мұрат аға, мен сіздің университеттен енді магистратураны аяқтадым ғой, енді сіздің шәкірттеріңіздің біріміз, тарих мамандығы болды. Мына жалпы қазір біздің ғылымдағы ең басты проблема не болып отыр? Біздің қазіргі қай ғылым саласындағы, оның ішінде қоғамдық және гуманитарлық пәндер саласындағы, ғылымдар саласындағы естіліп тұр ғой кешіресіздер. Орын толмайтын нәрсе біздің философиядағы лақтырып тастаған маркстікі деп лақтырып тастаған диалектика мәселесінен ажырап кеттік. Диалектиканың ішіндегі пәнаралық байланыстар бізде мүлдем құрыды қазір соңғы кездері, шынын айту керек. Жай ғана дағдарысқа ұшыраған жоқ, құрыды. Тіпті енді мынау айтылып жатқан мәселелердің барлығын тек қана тілтану тұрғысынан ғана емес, этнология, этнография, этногенез, саясаттану, әлеуметтану мәселесі жөнінен қарау бізде қалып қойды, пәнаралық байланыстар. Ең басты нәрсе, тіпті оның айтудың қажеті жоқ. Тіпті мынау қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын бітірген мамандардың өзінің біз тілшілеріміз, біз әдебиетшілеріміз деп бөлінетініне дейін естіп жүрміз. Осындай да тенденция, яғни үрдіс бар, көріп отырмыз. Сондықтан бұл жерде бізде кешенділік жетпей жатыр. Кешенділік деген уақытта, мана Мұрат аға айтты, пединститутта оқыту мен университетте оқытудың айырмашылығы екен. Қазір университет көбейді, пединституттың рөлі екінші орынға шығып кетті. Қазір біз, мен ойымша, өткенде мен Әл-Фараби арналған конференцияларда бірталай айттым. Біз қазір тануды емес, мәселен Фараби тану болсын, түркі тану болсын, тануды емес. Қазір тану өзі бөлек, танытуға көшуіміз керек сияқты. Жаңа Түркиядағы оқып жатқан қарындасымыз айтып жатыр, мен көп нәрсені білмей кеттім деп. Біз тану емес, жас ұрпаққа таныту мәселесін көшіруіміз керек. Енді таныту мәселесінде біз әдістемені білеміз, методиканы. Методологиядан айырылып қалдық. Әдіснамадан. Бұл да осыны айтып кететін нәрсе. Енді жаңағы тілдің шығу төркініне келген уақытта, мына саясаттан біз алжырап кеттік. Мүмкін Кеңес одағының уақытында біз саяси экономияны оқығандығы ма, әлде саясаттануды кеш оқытқандығы ма, көпшілігі біздер бар, біздің аға буын өкілдері бар, саяси мәселелеріне көп тоқталмайды. Жалпы тарихи аренаға қыпшақтардың болсын, немесе жаңағы ұлығылыстағы өзге де, оған дейінгі де тайпалардың тарихи сахнаға шыққан уақытта оғыз тілі, қыпшақ тілі деп бөлу емес. Сол кезінде Сәкен
Сейфуллин ағамыз айтқандай кеңсетілі қазақша болмай соңбайды дегендей, билік іс қағаздарын, халықаралық қарым-қатынастарды, байланыстарды қай тілде жүргізеді, сол тіл тарихи сахнада алғашқы орынға шығатыны, ілгері орынға шығатыны белгілі. Сондықтан бұл жерде біздер бір мәселен жаңағы өзі түбі бір түркіні әкелген уақытта, қазір біздер көбісі ойлайды, мына әзір тайыз ойлайтын адамдардың әсіресе мынау мектепте болсын, университетте болсын, тағы да қыпшақтар жойылып кетті, орнына тағы басқалар келді, моңғолдар келді, тағы басқа деген сияқты жалаң пікірлер бар. Тіпті енді мұның өзін алып қарайтын болса, Шыңғыстың қазақ болған ба деген сұрақты қазір дау туғызып жүрген сияқты. Сондықтан бұл мәселе тіл бір, оның диалектілік өзгеруі биліктің басына кімдер келіп кеңсетілі қай тілде жүргізілуіне байланысты. Осындай ойым бар, Мұрат аға келтетін. Дұрыс айтасың, ойың өте құнды. Әрі қарай енді қазір мектеп бағдарламасының өзінде қазір қарап отырсақ, эссе, сосын жаңа ғана қазір мен төмен класста оқитын балаларым өзімде мектеп саласында жұмыс істеп жүрмін, университетте болғанмен. Мынау жазған уақытта бірінші сөйлем зат есім, бірінші жол зат есіммен, екінші жолда тағы бірдеңе, үшінші жолда 3 мыңдай құра деген сияқты жалаң программаға, робототехника сияқты жаңағы алгоритмге салып қойған нәрсе. Шығарма жазу мектеп бағдарламасын құрып кеткелі қай заман, шығарма түгіл мазмұндама құрып кетті. Баланың логикалық ойлау болмағаннан кейін біз одан ғылыми ойлауды қалай талап етеміз. Жақсы, енді осылайша айтып жатырмыз. Міне, енді мына қыпшақтың төркінін іздеген уақытта мен айтқым келеді. Біздің қазақта этнонимді іздегеннен гөрі этноним емес, патронимді іздеу керек. Сол рудың түпкі атасы кім, соның атымен аталды. Оны қыпшақ бола ма, басқа бола ма, мәселен кез келген уақытта. Біз кез келген уақытта қазір этнонимді іздегеннен гөрі этноним емес, этноним патронимнен шыққаны түркі тілде екен, түркі тілінде содан екен белгілі. Сондықтан бірінші кезекте патронимнен этнонимге қарай көшу мәселесі, бұл тарихшылар әсіресе этнографтардың этногенез мәселесін зерттейтін адамдардың қолында. Сондықтан ғылыми кешенділік бірігу керек деген ойым бар, пікірім бар. Сіздің айтқаныңызға толықтырғанымызға. Өте дұрыс пікірің. Қазір түркітану тек қана тіл ғылым емес, ол саяси әлеуметтік ғылым болып шеңбері кеңіп келе жатыр. Сондықтан түркітанушы ол тек қана тілдің маманы емес, жаңа тарихты да, әдебиетті де, саясатты да білу керек. Сондықтан бұл саяси ғылым, түркітану да, қыпшақтану да. Кезінде шығыстанудан түркітану бөлінді. Қазір түркітанудан қыпшақтану дараланып келе жатыр. Бұл тарихи процесс. Одан кейін қазақтану деген ғылым ретінде қалыптасу керек болашақта. Бұның да алғышарттары жасалып жатыр. Бұл саяси әлеуметтік ғылым. Әрине, мектептің проблемасы енді ол өзекті проблема. Біз шын мәнінде жаңағы шығарма жазудан ажырап қалдық. Бұл өте өкінішті нәрсе. Сондықтан бұл енді қазір айтылып жатыр ғой, мектептің проблемасы. Енді өзіміз қазір мектепте сабақ бермейміз, бірақ сеземіз енді көп нәрсе. Танудан танытуға көшу керек қазір. Иә, пікіріңіз өте дұрыс. Жақсы, рахмет. Бауыржан аға. Ассалаумағалейкум, әріптестер. Сәлеметсіздер ме? Сөз сөйлеуге рұқсат екен. Ахмат Жұмагелдиев. Ахмат Жұмагелдиевич. Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі ғылыми онлайн семинар видеоконференциямыз өте жоғары деңгейде өтуде. Мен өзім таныстырып кетейін. Есімім Ахмат Жұмагелдіұлы, Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Ақсай қаласының 3-ші мектебінің тарих пәнінің мұғалімі боламын. Бүгінгі мына онлайн семинар дәрісіміз өте жоғары деңгейде өтуде. Біріншіден осы Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің педагогикалық факультеті ұжымына айтар алғысым мен рахметім шексіз, және өзіміздің рухани оқытушымыз профессор түркітанушы, қыпшақтанушы Мұрат Бөкенбайұлы ағамыздың шақырғанына өте рахметіміз мол, және Абай атындағы қазақ педагогикалық университетіне рахмет айтамыз. Енді қазір онлайн семинар дәрісімізде осы қыпшақтану мәселесіне тілдік қор, оның пайдалануы, диалектикасы, жазылу емлесі, айтылу емлесіне байланысты бірқатар талдаулар жүргізілуде. Жоғарыда айтып кеткен әріптестеріміздің, апаларымыздың сөзіне толыққанды қосыламын. Магистранттарымызға, студенттерімізге осы тақырыптарда шығарма жазуда, эссе жазуда, диктант жазуда, болмаса біздер енді өзге мемлекеттерге шыққан кезде, мысалы көршілес Ресейге барған уақытта, немесе өзіміздің облысымыз көршілес облыстарға, аудандарға барған кезде, енді Батыс Қазақстанда ана Алтын Орданың орталығы болған
хан ордалы сарайшық қасиетті қазақ хандығының астанасы болған, қазақ ноғай ордасының астанасы болған тұңғыш Қасым хан жерленген әйгілі ордамызда күні бүгінге дейін жаңағы зерттеу жұмыстары жүргізілуде, археологиялық қазба жұмыстары. Болмаса көршілес Ресей Федерациясының Астрахан, Волгоград облыстарында Сарай Берке, Сарай Бату қалаларына түрлі ғылыми экспедициялар, өлкетану экспедициялары ұйымдастырылуда. Соған орай біздер мысалға барған уақытта енді ол жақта сөйлеу кішкене бөлек, сөйлеу мәнері, біздерде қазақ халқының тілдік қоры бөлек. Сондықтан міне ол жақта кішкене бізде Батыс Қазақстан облысының өзінде ноғай тілінде сөйлейтіндер бар, ноғайлы руы деп айтады. Енді олардың да тілдік сөйлеу қоры, салт дәстүрі, әдет ғұрпы, жалпы адамменен тіл табысуы, сол тіл табысу сөйлесудегі кейбір сөйлемдердің диалектикасының жұрнағының алынып қалуы, болмаса қосылуы, бір әрпінің түсіп қалуы деген сияқты мәселелер естиміз, көзімізбен көреміз, құлағымызбен естиміз. Енді бұл да мәселе әлі де шешімін таба алмай келе жатқан ғылыми тұрғыдағы мәселелердің бірі. Айта берсек, мәселелер шаш етектен. Енді дегенмен де осы қыпшақтану мәселесі жалпы тарихтан белгілі 8 ғасырда көне түркі руына жазба ескерткіштерінде кездеседі. Архон Енисей, Білге Қаған, Күлтегін, соның көп руына жазбаларында айтылып жатыр. Қыпшақтану мәселесіне қатысты осы мына Мұрат Бүкенбайұлының жазған Қыпшақтану атты еңбегіне, монографиясына жарыққа шығуымен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Енді айта берсек, мәселе көп. Рахмет пікір тыңдағандарыңызға. Амандықта жүздесейік. Келесі сөзгін. Ортамызда бұл семинарымыз жаңа халықаралық дәрежеге көтерілді деп айтып атқанымыз, бізде түрколог ғалым Көксел Өзтүрік ғалымымыз отыр. Сол кісінің лебізін тыңдау үшін қазір тағы да қайтадан қосылсақ болады.